Сәлеметсіздер ме? Бижара Садырбайұлы атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының Тұлпар шағын орталығының тәрбиешісі Мансақбаева Шынар Бекеновна. Қашықтықтан оқыту, оқу қызметі. Білім беру саласы қатынас, бөлімі тіл дамыту, тақырыбы жайлау көркі. Осы тақырыпқа берілген біздің бүгінгі мақсатымыз сурет бойынша балалардың шығармашылық тілін дамыту, суретке қарап әңгімелеу машықтарын жетілдіру, еңбекқорлыққа тәрбиелеу. Ал енді балалар, біздер шаттық шеңберін құрып алайықшы. Сәлеметсіңдер ме? Здравствуйте, good morning. Балалар, біз ең алдымен үш тілде амандасамыз. Солай ғой балалар? Ал енді балалар, менімен бірге қайталайықшы. Шөбі шүйгін, су салқын, бұлағы мөлдір, ауасы таза. Біздің жайлау, біздің жайлау, біздің жайлау осындай. Тағы бір қайталайықшы балалар. Шөбі шүйгін, су салқын, бұлағы мөлдір, ауасы таза. Біздің жайлау, біздің жайлау, біздің жайлау осындай. Жарайсыңдар балалар, тамаша айтып шықтыңдар. Ал енді орнымызға отырайық. Келесі бізде балалар, жайлау деген не екенін сендер білесіңдер ме? Айтыңдаршы, жайлау дегеніміз не өзі? Білесіңдер ме? Олай болса балалар, жайлауға саяхат жасап қайтсақ қалай қарайсыңдар? Жақсы, ондай болса балалар, мұқият қарап тыңдап отырайық. Келесі суретке қарайықшы. Балаларына суретте не көріп тұрсыңдар? Өз ойларыңды айтыңдаршы. Не деп ойлайсыңдар мына суретте? Не берілген? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл жерде таудың суреті бейнеленген. Не балалар? Ағаштар, шөп, жап-жасыл шөп екен. Не балалар? Табиғаты өте тамаша екен. Ал енді балалар, келесі суретке назар аударайық. Мінекей қараңдаршы. Таудың бөктері, балалар? Әдемі емес пе, солай емес пе балалар, Мінекей қараңдар. Бұл балалар жайлау екен балалар. Жайлау дегеніміз таудың бөктерінде орналасады. Ол жақ жаздың күні салқын болып тұрады, себебі тау жақын, балалар? Балалар, мінекей қараңдар. Бізде жайлауға малмен көшіп баратын адамдар бар, Қараңдаршы, мен қазақ үй тігіп, малдарын жайып жүр екен. Бұл мінекей жайлау балалар. Жайлау дегеніміз таудың бөктерінде орналасқан жап-жасыл жерді жайлау дейді екенбіз балалар. Енді балалар, мен сендерге бір тапсырма бергім келіп тұр. Осы суреттерге қарап, сендер не түсіндіңдер, не айтасыңдар осы суретке қарап? Осы сурет туралы әңгіме құрып беріңдерші. Ал енді балалар, дәптермен жұмыс. Жайлауға қажет суреттер салып, аттарын атаймыз. Ал енді балалар, біраз сергіп алайық, Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Тезірек жасап көрейік. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ.
бас, иық, тізе, аяқ, көз, ауыз, мұрын және құлақ. Балалар, бірге жасадық қой, балалар, қайталадық, енді балалар жаңағы бізге берілген суреттерге қарап, әңгіме құрып, маған айтып беріңдерші, жарайды ма балалар? Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды ма? Бүгін қандай тақырып өттік, балалар? Жарайсыңдар, балалар. Енді балалар, осы бағанаға берілген суреттерге қарап, өздерің әңгіме құруды ұмытпаңдар. Ал енді балалар, зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.